Қайырлы күн, Әли. Қазір қазақ тілі сабағы тақырыбы дауыссыз дыбыстар. Біз білеміз, қазақ тілінде дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз болып. Ал дауыссыздар болса, ішінен үш түрге бөлінеді екен. Қатаң, ұяң, үнді. Дауыссыз дыбыстар кеудеден кедергіге ұшырап шығатын дыбыстарды айтады. Ал дауысты дыбыстар ешқандай кедергісіз өкпемізден еркін шығады екен. Ал осы қатаң, ұяң, үнді дыбыстарды, яғни дауыссыз дыбыстарды Әли өзін жаттап ал. Енді тапсырмаларға көшейік. Бауырсақ ертегісін есіңе түсір. Бауырсақ кімдерден, неліктен қашты? Ертегіні әліпби ретімен жаз. Мына жерде ата, әже, қоян, түлкі, қасқыр, аю деген кейіпкерлер бар. Осы кейіпкерлердің барлығын әліпби ретімен жазып көр. Әрине, бірінші бізде ата кетеді, ол а әрпінен басталып тұр. Содан кейін тағы да а дыбысынан басталып тұрған аю, содан кейін әже, қалғанын өзін жазып көр. Және де осы бауырсақ ертегісінің бауырсақ кейіпкерін әдемілеп тұрып бояй ғой. Екінші тапсырма. Әріптерді орнына қойып, сөздер құрастыр, оларды жаз. Мына жерде әріптер орындарымен ауысып кетіпті, шатасып қалыпты. Бірінші сөзді мен саған айтайын. Бірінші сөз сары деген сөз, екінші сөз, үшінші қалған сөздерді өзін тауып жазып көр. Және дауыссыз дыбыстарға назар аудар. Келесі тапсырма. Суреттегі заттарға қарап, оларды есіңе сақта, атауларын жаз. Әрине, бірінші сурет бізде ту, екінші сурет қайық, үшінші сурет не берілген? Саңырау құлақ. Келесі суреттерде не берілген? Өзің қарап, есіңе сақтап, әдемілеп дәптеріңе жаза ғой. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол, Әли.